Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Егерде дүниежүзі жаңалықтары, соның ішінде Қазақстан жаңалықтарын алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызға Кебатулланың қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Видеороликтерді достарыңызға ұласыңыздар. Ал ендеше бастадым. Таразда 12 жастағы қыздың асқазанынан 1 келіден астам шаш шықты. Бұл өте сирек кездесетін трихобизуар диагнозы. Жеткіншектің асқазанда шаш жиналып қалған. Қыздың анасының айтуынша, соңғы 6 ай бойы қыз іші ауыратынын айтып жиі шағымданған. Науқастың асқа тәбеті нашарлап арықтай бастаған. Ол гастроэнтерологқа қаралып ем алған. Жамбыл облыстық көпсалалы балалар ауруханасына кешенді тексеруден өткенде баланың асқазанында бөтен зат бары анықталған. Жасөспірімге дереу өте жасалды. Асқазанына салмағы 1 келіден астам шаш алынған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.